Шерхан Мұртаза. Айырбас. Жұрттың сендей баласы әуедегіні арбап, жердегіні жалмап, жұлынып тұрады. Мұланың жатсын қарай, ей. Манаптың баласы ма едің, ей. Түске дейін ұйқысын аша алмай манаурайтын. Айша әлгінде сиыр сауарға шыққанда, тұр, кейін, базаршылар кетіп қалатын болды, деп ескертіп кеткен. Қорадағы қызыл сиырдың сүтін қақтап, сауып қайтып кіргенде, мен әлі ұйқымды аша алмай, мең-зең болып отыр едім. Енді шайдай ашылды. Айшаның ашуы өзі даладан бірге ала кірген аяз буынан да ызғарлы. Күн жексенбі еді. Жексенбі келсе, Мыңбұлақтың тірі жаны Борандының базарына қарай ағылады. Айша мені сол базарға жұмсайды ғой. Міне, мынау 3 қадақ май, деді ол дорбаға салған көк кастрөлді қолыма ұстатып. Осы үйде тумай жатып әкесін жалмаған 3 жалмауыз барсың. Үшеуінің аузыңнан жырып алып жинаған 3 қадақ май. Үсті басымыз кірден шіріп кетті. 3 кесек кір сабынға айырбастайсың. Түсіндің бе, ей, барысқан? Ақшаға сат демейді, сабынға айырбаста дейді. Соғыстың ақшасының құны жоқ. Ақшаға сабын тұрмақ, сабақты ине сатып алуда қиын. Мен шықсам да күн әлі шыға қоймапты. Бірақ басқа базаршылар әлде қашан кетіп қалса керек. Түнде жауған қыламық қардың беті ізден шұбарланып, Борандыға қарай жол сайрап жатыр. Қар бетіндегі іздерге қарағанда, жолаушылардың ат мінгені аз, есек мінгені көп, жаяулары одан да көп. Бір сиыр ізі, 10 шақты қой ешкі іздері байқалады. Жолдың шетін ала бір иттің ізі де жосылып жатыр. Сірә Хадиша жеңешемнің майлаяғы болар. Майлаяқ Хадиша қайда бармасын соңынан қалмайды ғой. Мақсұттың көзі ғой, жүрсе жүре берсінші деп Хадиша да оны еркіне жіберген. Басқалар сияқты шынжырлап байлап тастамайды. Хадиша бір жолы жекжаттарына бармақ болып, Борандыдан пойызға отырады ғой. Майлаяқты есігінің алдына байлап, Айшаға аманаттап, «Айшау, мен келгенше майлаяққа жуынды беріп тұр. Итте болса обал ғой. Көзін әлі ашпаған күшік күнде мұны үйге Мақсұт әкеліп еді. Содан ба білмеймін, осы байқұс маған тілсіз адам сияқты көрінеді», деді. Майлаяққа Айша ие бола алмады. Хадиша кеткен соң, қыңсылап, ақыр аяғы олып бәле болды. Иесіз үйді ит ұлыған қандай жаман. Ақыры қарғы бауын үзіп қашып кетіпті. Бет алды кетсеміз, Хадишаның ізімен жортып отырып, вокзал басына барғанда да, аңырып тұрғанда қалған. Хадиша Түлкібастан қайтқанша 3 күн бойы сол вокзал басынан шықпай қойған ғой. Хадиша пойыздан түсіп келе жатса, мойнына біреу асыла кетеді. Қараса, майлаяқ. Содан бері Хадиша майлаяққа бола алысқа ұзап шықпайды. Итте болса кейбір адамнан артық. Менсіз күні жоқ. Жалғыз жар дегенде Мақсұттың өзі соғыста хабар ошарсыз кетті. Мына байқұстың менен шығарда жаны басқа. Кейде маған мұңайып қарағаны сонша, осы өзі Мақсұттың әруағы емес пе екен деп қаламын, дейді Хадиша. Соны айтқанда кәдімгідей қорқамыз. Бір үйде жападан жалғыз адамның ойына не кіріп шықпайды. Борандының базары ығы-жығы. Биік дуалмен қоршалған базарға кірер есік біреу ақ. Онда жеңіне қызыл мата байлаған жуан әйел тұрады. Сатуға зат алып келгендердің бір сомнан ақы алып, қағаз жыртып береді. Мен өзімше қулық жасап, білдірмей өтіп кетейін деп едім. Постой, киргизенок, иш ты, деп қолымдағы кастрөлді ашып көріп, масқарымды шығарды. Амал жоқ, 1 сом төледім. Енді кастрөлдің қақпағын ашып қойып, мәсілә, нада мила деймін. Оным майды сабынға айырбастаймын дегенім ғой. Әуелі миласы бар адам кездесе қоймайды. Ал будақ ақша ұсынғандар көп ақ. Оларға көнбей қойдым. Үсті басы шырыштай болып, көк түлкі жағалы қара пальто киіп, мойнына ақ жібек орамал салған әйел қасымнан әрі-бері айналшықтап шықпай қойды. Киімінен бір түрлі бейтаныс иіс мүңкиді. Сөйтсем, нафталин екен ғой. Әлгі шырыштай әйел бір кезде таяп келіп, «Бала, кітапқа айырбастайсың ба?» деді сыбырлап.
кітап дегеніне елең ете қалдым. Оны әйел де сезді. Қандай кітап? Мә, көр деп қойнынан жұқалығы дәптердей кітапша шығарды. Оны қарасам, кітаптан соң кітап Тургенев Муму деп жазылыпты, қазақша. Әлгі жазулардың астында еңгезердей бір адам күшіктің желкесінен ұстап көтеріп тұрған суреті бар. Алғым келеді. Бірақ Айшаның ашуы есіме түсіп, лезде бас шайқаймын. Нада мейлі, мейлі деймін. Сабын бір күндік, мынау саған өмір бақи азық дейді шырыштай әйел. Орысшасын шалапыла онықты етіп сөйлеуге тырысып. Мама маклаш даст деймін. Оным Айша ұрат дегенім. Сөйтіп тұрғанда бет аузы күлдіреңкіреген, сақал мұрты қырылмаған, күйелештеу бір дәу кісі гүр-гүр етіп, балақай, 2 қадақ май, 2 сабын, деп қағазға ораулы 2 кесек бірдеңені сырма фуфайканың қойнына тығып жіберді де, кастрөлден 2 бөлек тоңазыған сап-сары майды күйелештеу қолымен іліп алып, газетке орап, басымды умаждап, ақ қозының елтірісінен Айша тігіп берген малақайымды көзіме сырғыта түсірді де кете барды. Ау, тағы біреу қалды ғой дегенімше болмай көзден тасаланды. Қойнымдағы кесектерді алып, қағазын ашып қарасам, кәдімгі кір сабын, тіпті мөрлеп тастаған жазуы да бар. Жап-жаңа. Осы екеуді жетер, құр қол қайтқаннан гөрі бұда дұрыс дедім. Енді бір қадақ май қалды. Қадақ дегенді біреу түсініп, біреу түсінбес. Менің түсінігімде фунт дегенге келеді, яғни 400 грамдай болар. Оны таразыға тартып жатқан Айша жоқ. Бір пиала майды бір қадақ деп өзі өлшем қойып алған. Бүкіл ауылда жалғыз сепаратор бар. Омар бастықтың үйінде. Таңертең Айша қызыл сиырды сауып бола салысымен мектепке барардың алдында мен бетін үлдірікпен байлаған шелекті алып Омардың үйіне жүгіремін. Омар бастықтың етженді сары қарын қатыны сепаратордың ақысы деп аптасына 1 рет қаймақты өзі алып қалады. Қалған 6 күннің қаймағынан Айша май түсіріп, түскен майды пиалаға сыламай етіп салып, одан соң алақанымен шапаттап, сары шелек сияқтандырады да суыққа тоңазытып қояды. Тумай жатып әкесін жалмаған 3 жалмауыздың алақандарына анда-санда қарғаның саңғырғындай бір түйір май салады. Ол кез біз үшін мереке. Алақандағы сары май емес, сары алтын сияқты болып көрінеді. Саусақпен болар болмас жалап, осы бір ләззат сәтін сота түскіміз келеді. Сөйтіп, Айша аптасына 3 қадақ май жинайды. Борандының базары 3 қадақ майға кейде сабын, кейде боз көйлек, кейде тұз, ши шақпақ, кейде жер май, керосин айырбастап тұрады. Көбінесе бұл байлық болмайда қалады. Шақалақ қызыл сары фенагент келіп, май салық қағазын тапсырып кеткен соң бәрі бітті. Базарға апаратын май да болмайды. Алақынға салатын тобықтай сары алтын да жоқ. Ондайда Айша отырып қалып, бетін басып солқылдап жылайды. Туымай жатып әкесін жалмаған 3 жалмауыз состиып, үн-түнсіз қаламыз. Сонымен кастрөлде 1 қадақ май қалды. Ары бері миля деп көріп едім, сабын табылмады. Бір кезде мойнына көк түлкі салған шырыштай әйел әлбіп тағы келді. Өңі бит сорғандай боп-боз. Бұрын боранды базардан бұлай киінген әйел кездесе бермейтін. Сірә соғыс болып жатқан аудандан болар. Балақай, берсеңші майыңды. Мә, кітап, менің тура сендей қызым ауырып жатыр. Соған бола, бере ғой. Бұл жақсы кітап. Өкінбейсің, кейін түсінесің. Айша ұрсады. Ақылы болса ұрыспайды. Бұл өте жақсы кітап. Оқып болған соң риза болып әлі мені еске аласың. Базар тарқап барады. Борандыдан ауылға жаяу жеткенше талай жер. Қарнымда ашты. Мейлі, неде болса көрейін деп, кітапты ала салып, ауылға қайттым. Жолда Евгеньевканың бұзық балалары ұстап алып ұрар деп, ентіге жүгіріп келемін. Жаныңда серік болмағаны жаман-ақ. Құдай оңдап, Евгеньевкаға кіреберісте Хадиша жеңшемді қуып жеттім. Жандағы майлаяқ мен танып, құйрығын бұлғаңдатып, сырмақ сары фуфайкамның етегін иіскеп қойды.
Шырақ, боранды базарда көшіріп келе жатқандай ентігесің ғой тегі деп күлді Хадиша жеңішем қалжыңдап. Ауылдың салты бойынша ол менің атымды атамайды. Кішкентай де болсам қайнысымын. Шырақ дейді. Қандай жақсы. Шырақ дегені шырағдан деп естілгендей болады. Шырағдан не жетілік, не ондық шишасы бар шам ғой. Мені жарық сәулеге теңегеніне іші бауырым елжіреп ақ тұрады. Не алдың? Сабын ғой. Қанша сабын алдың? 2. Шешең 3 қадақ май деп еді ғой. Алданып қалған жоқсың ба? Сол 2 ақ табылды. 2-іне 2 қадақ бердің бе, 1-еуіне қылдың? Кітап деп көмілжідім. Қандай кітап? Міне деп қойнымнан суырып алып қолына бердім. Хадиша көлемін көріп, тыржиыңқырап қалды. Мына біреу күшік пе? Күшік қой. О не қылған күшік? Білмеймін, әлі оқыған жоқпын ғой. Өзі пышақтың қырындай жіңішке ғой. Немене? Сөзі жетпей қалған ба? Оқшы өзін. Шаршап та кеттім, қайран қалғылай. Отырай, Шырақ. Кішкене жан шақырайық. Евгеньевканың арық шетіне шыққан соң, алыстан тау бөктерінен бұлдырап біздің Мыңбұлақтың талдарағы қарайып көрінеді. Сайдың қабағындағы тасқа Хадиша бос қапшықты төсеп, соған екеуміз қатар отырдық. Қабақтағы қасат қар сәл-пәл жіпсіп еріп жатыр. Күн жылы. Оқы, деді Хадиша. Мен оқи бастадым. Бұл өзі Герасим дейтін тіл аузы жоқ, құлағы керең дәу кісі мен оның титтей күшігі Мому туралы екен. 1-2 бет оқыған соң Хадишаға қарап едім. Оқы, деді. Қарсы алдымызға етпеттеп майлаяқ жатыр. Ода ұйып тыңдайтын сияқты. Көзін ашып-жұмып қояды. Шіңішке кітапшаның соңғы бетін жауып болып, Хадиша неге үндемей қалды деп бетіне қарасам, бетінен тарам-тарам болып жас ағып жылап отыр. 1 қадақ майға 1 қадақ алтын айырбастап алғаныңды білдің бе, Шырақ? Деді Хадиша ақ жаулықтың ұшымен бетін сүртіп. Сөйтіп, ақ қозының терісінен Айша тігіп берген малақайымды алып, басымнан сипап көпке дейін үндемеді. Тек оқта-текте өксігін баса, әдемі мұрнын тартып қояды. Майлаяқ көзі мөлейіп, құйрығын бұлғыңдатады. Мому туысқанның қайғылы тағдырын ода түсінді ме, білмеймін. Енді ойламаймын ғой. Шіркін, Момуды дүниежүзінің барлық тілдеріне аударып, жер бетінде қанша бала бар, тіпті ересегіне де бәріне оқытса. Сонда жер үстінде озбырлық, оспадар, қодарлық, қатыгез, қара жүректілік, жауыздық атаулы жойылып, адамдар ақылдырақ, мейірімдірек, қайырымдырақ болар ма еді? Ал сонау 1943 жылдың қысында Момуды оқып болған соң, Хадиша жеңешем майлаяқ үшеуміз кеш бата ауылға жеттік. Біздің үйдің алдында Айша, оның жанында кішкентай қарындасым мен інім үшеуі ербиіп жол жаққа қарап тұр екен. Немене, тегі Қоқанның базарына барғандай жүріп алдыңдар? Басқалар баяғыда қайтты. Әбден зәреміз кетті, деді Айша айқайлап сөйлейтін әдетіне басып. Айқайлама, Айша, балаң олжалы, деп Хадиша жайбарақат жауап қатып, бәріміз топырлап үйге кірдік. Хадиша бізбен көрші ғой, үйіне асыққан жоқ. Неменесіне асығады? Айша айтқандай шымылдығы желбереп тұрған жоқ. Бала жылап жатқан жоқ. Бірер тұяқ малын Хадиша жолаушы кеткенде Айшаяқ жайғастыра салады. Енді Хадиша жалғыз үйге барып, жападан жалғыз отырғанынан қашып, біздің үйге бұрылды ғой. Онысы қандай оңды болған десеңші. Біздің үйдің іші жып-жылы. Пеш қызып, пештің үстіндегі плитада шайнек сақыр-сұқыр қайнап тұр екен. Айша дереу дастархан жайып жіберді. Сендер қаталап жолдан келдіңдер ғой, шай іше беріңдер. Мен Барысханның көйлегін шайып тастайын. Таңертең мектепке барады ғой. Көйлегіңше шай, Байырсқан. Үстімдегі жалғыз жейдені шешіп беріп, жалаңаш етіме фуфайка жамылып отырдым. Сабының 2 қой, Барысқан? Осы сұрақты көптен күтіп қорқып отырғанмын. Қорыққаннан үндей алмай қалдым, терши бастадым. Менің орныма Хадиша саспастан шайын сораптай отырып жауап берді. Біреуін кітапқа айырбастадық, деді.
О, кітапта басын қалғыр деп Айша маған көзін оқтай қадады. Жә, оқшы, ол кітапқа бір қадақ май емес, бір сиыр берсе де татиды. Жайыңа отыр, жұмысыңды істей бер, деп Хадиша жеңішем Айшаның бетін тойтарып тастады. Хадиша болмағанда менің күнім не боларын бір Құдайдың өзі біледі. Айша босаға жақта ыстық суға суық су араластырып, томыртқылап жылтып, қаңылтыр кірленген менің көйлегімді атып ұрып, үстіне томыртқылаған суды құйып, мен базардан әкелген сабынның біреуін бісміллә деп жібіген көйлекке сүйкеп кеп қалды. Бізге арқасын беріп, ары қарап отырды, адырайып бері қарады. Дорбадағы сабынның қалған біреуін алып, тағы сүйкеп қалды. Сөйтті де білектерінен су тамшылап, екі қолына сабынды алып, орнынан зілдене түрегелді. Мынау не? Деді әлгі екеуін менің мұрныма тақап. Не болды байқұс-ау деп терлеп отырған Хадиша да үңілді. Хадиша шайын қоя салып орнынан тұрды. Мен де түрегелдім. Хадишаның арқасына тығыла бердім. Айшаның екі қолында жуан шегелер қағылған кәдімгі екі кеспек ағаш. Салмырақтырақ болсын деп шеге қағып, сыртына болар болмас сабын жағып, лекерлеп, мөрлеп қойған екен. Хадишаның арқасына тығыла түстім.